Мамандардың пайымдауынша күз айларында коронавирус инфекциясының асқыну мүмкіндігі жоғары. Бұл тұрғыда Ордабасы ауданында індеттің ықтимал екінші толқынына тыңғылықты дайындық жүргізілуде. Атап айтқанда, аудандық орталық аурухана жанынан 100 орындық арнайы провизорлық стационар іске қосылды. Емдеу мекемесі пневмонияға шалдыққан науқастарға аса қажетті оттегі концентраторлары мен өкпенің жасанды тыныс алу аппараттарымен толық жабдықталған. Қазіргі таңда ауруханада 19 жасанды вентиляция аппараты мен 30 оттегі концентраторы орнатылған. Ауруханада орталықтандырылған 64 оттегі нүктесі бар. Мұндай нүктелер уақытша изолятор мен провизорлық стационарды, реанимация және терапия бөлімдерін қамтиды. Аудандық әкімдіктің демеушілігімен ауруханаға 2 оттегі рампасы мен 40 дана оттегі баллоны жеткізілді. Сондай-ақ Ордабасы ауданындағы 11 дәрігерлік амбулаторияның барлығы оттегі концентраторлары мен баллондарымен жабдықталған. Қазіргі таңда аудандық ауруханада 2 айға жететін дәрі-дәрмек қоры жасақталды. Яғни науқастар дәрілік препарат тапшылығын сезінбейтін болады.